Не болып қалды? Ой, бір нәрсені қатырмайды ғой, қатырмайды. Бибігүл. Бибігүл. Ей, мен күтіп алатын адам бар ма? Мама, сізге не жоқ, телефон шығып? Ей, мен денсаулығыма қатысты нәрсе көрсем. Мыналар ғой отырған. Ей, қой телефондарыңды. Тамақ жеңдер. Қой телефонды. О, майё. Мына жаңа былтыр тойларын өлтіріпті ғой, я. Жоқ деп, осыларға той жасағыш әйтеуір. Қыздар. Бейба, немене біліп, күндікке телефон шығып, үйлерді жинасайшы, шашылып жатыр. Бала-шаға анаяқта анау телефон шығып отыр. Кішкене сабағына көңіл бөл бар. Мен қай жағын үлгерем? Мен посуда жуам ба, тамақ істейін ба, үй жайнайын ба? Мен өзім қай жағын үлгерем мен? Конечно, тек күндікке телефон шықсаң, ешқайсысын тірлігіңе үлгермейсің. Ал менің уақытым жоқ. Мен балаға вообще уақытым жоқ. Мен үй тірлігінен вообще босамайтын адаммын ғой, вообще білесің ба сен оны? Сенің проблемаң үй тірлігі ма сол? Я? Үй ма? Я. Онда қазір клиник шақырамын мен саған. Онда бала-шағаны оқытып сабағын тазалап алып шыққын. Бол шақырып, вниманием көкесін көрсетейін саған. Баяғы бері дайын сервис шақыру керек екен ғой, бәсе? Айгерім, байым кетіп қалды, кейін сөйлесеміз. Мына үйім тап-таза болып қалды ғой. Дайын сервис келіп, үйімді жып-жылтыр етіп жинап берді.